Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен, өзіміздің Қазақстандағы Оралдың тұрғыны сепаратизмді насихаттады деген айып тағылды. Бұл туралы Батыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз қызметі мәлімдеді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Жергілікті тұрғынға қатысты қылмыстық іс Орал қалалық сотында қаралады. Ақпарат бойынша сот процесі 11 қазанда өтеді. Журналист Лұқпан Ахмедияров бұған оралдық Максим Яковченконың әлеуметтік желідегі жазбасы себеп болғанын жазды. Оның айтуынша, Орал тұрғыны Орал, Петропавл, Павлодар және тағы басқа қалаларды Ресейге беру керек дейді. Себебі мұндағылар бәрін жояды. Жат жерлік билікте отыр, жат жерліктер бәрін ластайды. Маймылдар жан-жағын жайпап, көшіп жүргенге үйренген деп жазған. Максим Яковченкоға қылмыстық кодекстің 2 бабы бойынша айып тағылған. 174 бабы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыру және 180 бабы сепаратистік әрекет. Полиция бастапқыда алауыздықты қоздыру бабы бойынша тергеуді бастаған. Кейіннен оған сепаратистік әрекетке қатысты айып тағылған бап қосылды.